Соңғы жылдары адамдар аз қозғалатын болған, ал аз қимылдау дертке шалдықтыратыны дәлелденген. Ресми дерек бойынша, әлемде аз қозғалудың салдарынан зардап шегетіндер саны жылдан жылға артып келеді. Сонымен қатар, адамдардың арасында қозғалыс жұмыс істеу дағдысының көбеюі түрлі дерттің өршуіне әкеліп соғады. Медицина саласының мамандары күнделікті жеткілікті мөлшерде қозғалыстың болмауы адам ағзасына кері әсерін тигізіп, ағзаны қартаюға әкеледі дейді. Бұл дегеніміз, адамның өмір жасы да біршама қысқарады деген сөз. Сондай-ақ, соңғы кезде көп кездесетін жүрек қан тамырларының ауруы да аз қозғалыстың салдарынан. Ең өкініштісі, қозғала қоймайтын адамдардың дені семіздікке бейім келеді. Нәтижесінде ағзаның қызметі нашарлап, барлық жүйенің жұмысы тежеледі. Сондықтан, қандай да болсын дерттің алдын алу үшін адамдар неғұрлым жаяу жүрудің пайдасын білгені жөн. Себебі, жаяу жүру нағыз табиғи жаттығу. Адам өмірін ұзартатын таптырмас ем. Күнделікті адам кем дегенде 30 минут жаяу жүрсе, денсаулыққа пайдалы екендігі сезінеді. Әсіресе артық салмақтан арылғысы келетіндер жаяу жүруді дағдыға айналдыруы керек. Ең бастысы, жаяу жүру арқылы артық калориядан арылудың тиімділігі зор. Сондай-ақ, егде кісілерге жүгіру қиын соққандықтан, жаяу жүру спортымен шұғылдануды әдетке айналдырса, тәбеті де ашылып, қан айналымы жақсара түседі екен. Мамандар жаяу жүрудің пайдасы көп, зияны мүлдем жоқ дейді. Күз айларында адамдар депрессиялық көңіл күй байқалады, ал жаяу жүру көңіл күйді көтеріп, бақыт гормонының түзілуіне әсер етеді екен. Сондай-ақ, жаяу жүру аяққа ғана емес, миға да таптырмас жаттығу. Ми жұмысын жақсарту туралы зерттеу еңбектерінің барлығында қимыл қозғалыс адамның есте сақтау қабілетін арттырады делінген. Жаяу жүру салмақты бір қалыпты ұстауға, буын ауруларын алдын алуға көмектеседі екен. Жаяу жүру көңіл күйіңізді көтереді, креативті оятады, аллергиямен күресуге көмектеседі, метаболизм синдромы қаупін төмендетеді, өмір жасын ұзартады, үндемеуге көмектеседі, биологиялық жасыңызды кішірейтеді, ұйқыны қалыпқа түсіреді, күйзелісті төмендетеді, ми жұмысын ынталандырады, ауырсынуды басады, сүйекті нығайтады, көздің көру қабілетін жақсартады, уақытты қызықты өткізудің тамаша тәсілі болып табылады, көптеген ауруларды болдырмайды. Жаяу жүру өзіңізді бір қалыпты ұстаудың қарапайым жолы. Жаяу жүру адам үшін ең пайдалы табиғи жаттығу. Адам өмірін ұзартатын пайдалы жаттығу да міне осы жаяу жүру болып табылады. Күніне кем дегенде 30 минут жаяу жүру арқылы сіз өзіңіздің ағзаңызға көптеген пайдасын тигізеді екенсіз. Өзіңізге уақыт бөле алмай жүрген болсаңыз, жаяу жүріңіз. Адам көбінесе жүрген кезде жеке қалады және ойланады. Тұрмыс тіршілігіңізді талдау, келеңсіздіктерге шешім іздеу, көпшіліктен жырақ шығып, ішкі сезімдерді тыңдау үшін жаяу жүруді байқап көріңіз. Жүйелі түрде жаяу жүру варикоз ауруы қаупін азайтады, қан айналымын ретке келтіреді. Жаяу жүру арқылы салмақ тастатып, буындарға түсетін жүкті азайтумен қатар, оттегінің буындарға жақсы таруын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, зерттеулер асықпай баяу жүруге қарағанда бір қалыпты жылдам темпті жүрудің пайдасы көбірек екендігін көрсеткен. Арықтауға да көмектеседі. Үйден жұмысқа, жұмыстан үйге кем дегенде 30 минут жаяу жүретін болсаңыз, майдың еруіне 2%-ға ықпал етеді екен. Жаяу жүру рухани сергектік береді. Мезгіл өзгерістерінде әсіресе күз айларында депрессияға бейімділік байқалады, ал жаяу жүру шоколадтан да көп бақыт гормонының түзілуін қамтамасыз етеді. Оның үстіне калориясыз түрде. Миға да әсер етеді. Ми жақсы жұмыс істейтін болады. Миға қатысты зерттеулер қозғалыстағы адамның миы отырып, жұмыс істейтін адамға қарағанда жылдам ойланатыны және жаңа пікірлер қалыптастыра алатындығына анықталған. Жаяу жүру бұлшықеттердің бабында болуына, жүрек қан тамырлар жүйесінің жұмысын жақсартуға әсер етеді. Ел арасында тәулігіне 10 000 қадам жүру қалыпты деп саналады.
Денсаулықтың мықты болудың ең оңай жолы көбірек жаяу жүру. Адамның әр қадамын санайтын фитнес білезік тәулігіне 10 000 қадам жасауға кеңес береді. Оның ішінде дүкенге бару, баспалдақпен көтерілу, жаяу серуенду секілді қарапайым нәрселер кіреді. Бұл жерде ең маңыздысы адамның көбірек қимылдауы. Адам неғұрлым көбірек қимылдаса, денсаулыққа соғұрлым жақсы әсерін тигізеді. Сонымен күнделікті жаяу жүруге асығыңыз. Жаяу жүру арқылы түрлі аурудың алдын алып, миыңыз тынығатынын ұмытпаңыз. Яғни, ұзақ өмір сүрудің негізі спорттың жаяу жүру түрімен тұрақты айналысып, салауатты өмір салтын ұстану арқылы өзіңізге өмір сыйлаңыз. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.